UFC чемпиондығы кез келген MMA жауынгерінің арманы. Алайда чемпиондыққа қол жеткізген адамдар әрдайым мықты әрі күшті болып келмейді. Әлі күнге дейін солардың чемпиондығына біраз сұрақтар пайда болады. Сіздермен бірге Азамат арнасы және де бүгін біз топ 5 ең нашар UFC чемпиондар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы немесе де қай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Біздің топымызды ашып отырған Эдди Альварес. Эдди аралас жекпе-жекте, яғни MMA-де біраз жетістіктерге қол жеткізді. Төбелесіп өнер көрсеткен әр промоушенде чемпион атағына қол жеткізген адам. Сөзсіз, американдықтар және де толығымен ағылшын тілді халықтар үшін үлкен мүддеге ие жауынгер. Алайда, Альварестің UFC чемпиондығына қол жеткізген туралы біраз сұрақтар пайда болады. UFC-ге көшпес бұрын Альварес барлық өткізген жекпе-жектерінде әдемі төбелес тәсілмен көзге түскен берсерк болды. Ал абсолютті промоушенде толығымен төбелес тәсілін өзгертіп, біраз жанкүйерлерден айырылып қалды. UFC-дегі алғашқы жекпе-жегінде Дональд Серранеден жеңіліп, кейін қартайған жұлдыздарды түсініксіз шешімдермен қатарынан 2 жеңіске жетті. Хабиб барда бұндай жауынгер қалай чемпион болады деген сұрақтар барлығының ойында отырған. Бірақ сол кездегі чемпион Рафаэль дос Аньосқа қарсы жекпе-жекті Эдди Альварес алған болатын. Сол жекпе-жекте жеңіске жеткен Эдди Альварес жеңіл салмақтың UFC чемпионы атанды. Осыдан соң Альварес Конор Макгрегордың қолынан өліп таяқ жеп, чемпиондығынан айырылған болатын. Осыдан соң Альварестің мансабы қара жолға түсіп, өткізген әр жекпе-жегінде жеңілістермен жеңісті қатар ұстап, UFC промоушенінен кеткен еді. Келесі орында біраз уақыт бұрын чемпиондық белбеуінен айырылған Алекс Пуатан Перейра. Кезіндегі ең мықты кикбокс лигасы Glory чемпионы. Ұзақ уақыт бойы Алекс Перейра әлемдегі ең үздік кикбоксерлердің бірі болатын. Сол кезде Алекс Перейра талантты жауынгер Исраэль Адесаниямен кездесіп, алғашқы жеңіске төрешілердің шешімімен жеткен болатын. Кейін реванш ұйымдастырылғанда бастапқы раундты беріп қойған Перейра біраз уақыттан соң Адесанияны дәл соққымен таза нокаутқа түсіріп жеңіске жетті. Содан Перейра кикбоксте көп ақша таба алмайтынын біліп, аралас жекпе-жекке ауысқан болатын. Өнер көрсететін орта салмақта баяғы танысы Исраэль Адесания қарсыластарының барлығын ұтып, дивизионда адам қалмаған. Солай UFC Перейраға сеніп, тез Адесаниямен кездесу үшін барлығын жасады. Көп уақыт өтпей, Перейра Адесаниямен орта салмақтың чемпиондығы үшін кездескен болатын. Сол жекпе-жекте Перейра 5 раунд бойы Адесаниядан таяқ жеп жеңіліп жүрді. Алайда, соңғы раундтың ортасында сол жақ қапталдан соққысымен Адесанияны нокдаунға жіберіп жеңіске жетті. Көптеген жанкүйерлер, эксперттер және де аналитиктер бұл жеңісті кездейсоқ жағдай деп, келесі жекпе-жекте Перейра жеңіліп қалады деген болатын. Көп ұзамай Перейра мен Адесания арасындағы реванш өткізілді. Бұл жекпе-жектің екінші раундында Адесания Перейраны өзінің тұзағына кіргізіп, дәл соққылармен таза нокаутқа түсіріп жеңіске жетті. Чемпион атағын бар болғаны 3 ай ғана ұстаған Перейра біздің топымыздың 4-ші орында жайғасып отыр. жылы UFC арнайы қыздар үшін жаңа дивизион ашқан болатын. Осы салмақ дәрежесіндегі қыздар үшін арнайы The Ultimate Fighter реалити шоуын өткізіп, чемпиондық белбеуін ойнатқан болатын. Финалға дейін Роксин Модафари мен Нико Монтаньо жеткен еді. Ұзаққа созылған 5 раундтық жекпе-жекте Монтаньо жеңіске жетіп, чемпион атағына ие болды. Алайда, әрі қарай жекпе-жектер өткізудің орнына бірден жоқ болып кетті. Ұзақ уақыт бойы физикалық жарақат алдым деп, кейін психологиялық жарақат алдым деп, жекпе-жектерден бас тартып жүрді. Дегенмен, жекпе-жекке дайынмын деп, сол кездегі чемпиондыққа басты үміткер Валентина Шевченкомен кездесуге келісімін берді. Қырғызстандық Валентина Шевченко қарсыласының жекпе-жекке шықпай қашып кететінін айтып жүрді. Көбісі бұны трэш-ток деп ойлап еді, алайда қатарынан 3 рет бұл жекпе-жек болмай қалды. Және де әр кезде чемпион Нико Монтаньо кінәлі болып жүрді. Ақырында 4-ші әрекеттен жекпе-жек ұйымдастырылды.
Бірақ салмақ өлшеуде Монтаньо 51 келі дәрежесіне кіре алмаған соң UFC промоушеніне одан чемпиондық белбеуді тартып алды. Валентина Шевченко жаңа чемпион атанып, қыздар арасындағы ең үздік жауынгерлердің біріне айналды. Келесі орында әлі күнге дейін чемпион болып келе жатқан Aljamain Sterling. Кринж патшасы Aljamain Sterling ұзақ уақыт бойы жеңілді салмақтағы басты талантты проспект ретінде саналды. Абсолютті промоушенде қатарынан 5 рет жеңіске жетіп, чемпиондық белбеуге таласу үшін сол кездегі чемпион Петр Янға қарсы тұрған еді. Жекпе-жек басталмас бұрын Стерлинг трэш-ток жасап, біраз ауыр сөздер айтып бастады. Сонымен қатар Петр Янды нокаутқа жіберіп, мәйітін адамдар көтеріп алып кетеді деген болатын. Жекпе-жектің өзінде Стерлинг алғашқы минуттарда прессинг жасап, өзін жақсы көрсетті. Алайда раунд ортасында Петр қосылып, біраз рет тайкдаун жасап, Стерлингті нокдаунға түсірді. Қалған раундтар бойы Петр ойнап жүріп, Стерлингті мыжғылап, жекпе-жекте төрешілер қолына апарғысы келді. Бірақ 4-ші раундта қателік жасап, жерде отырған Стерлингті тыйым салынған аяқ соққысымен теуіп, дисквалификация алды. Ал Стерлинг болса, сол жерде өзінің барлық актерлық шеберлігін көрсетіп, Оскарға сай ойнап берді. Кейін берілген чемпиондық белбеуінен бас тартып, жылап, өзінің лайықты емес екенін айтып бастады. Алайда біраз уақыт өткен соң чемпиондық белбеуді ұстап, тым болмағандай тойлап, өзін ең үздік чемпион атап жүрді. Кейін бүкіл әлем бойынша жанкүйерлер Стерлингті клоун атап, келесі жекпе-жекте барлығынан айырылатынын айтты. Ал UFC президенті Дана Уайт Петр Янмен реванш өзін күттірмей 1-2 ай ішінде болатынын үндеген болатын. Алайда белгіленген күнге 1 ай қалғанда Стерлинг жарақаттанғанын айтып, ота жасату керек деп жекпе-жектен бас тартты. Ең қызығы, сол күні Стерлинг жақын досы Мераб Двалишвилидің спарринг партнері ретінде көмектесіп, жарақаттанған адамға ұқсамай күліп қуанып жүрді. Кейін бір жылдай жекпе-жекке шықпай, қашып UFC уақытша чемпиондық белбеуін қосып, Стерлингтен чемпиондықты тартып аламыз дегенде ғана жекпе-жек өткізуге келісті. Петр Янмен болған реваншта Стерлинг өте опасыз тәсілмен төбелесіп, әдей жерге отырып, Петрді тыйым салынған соққыларға арандатып жүрді. Кейін төрешілердің түсініксіз бөлінген шешіммен жеңіске жетті. Бұл жекпе-жек әлі күнге дейін біраз сұрақтарды тудырып келеді. 2 ай бұрын Стерлинг кезіндегі қатарынан 2 салмақтың чемпионы Генри Сихудамен кездесіп, дәл сондай төрешілердің түсініксіз бөлінген шешіммен жеңіске жетті. Алайда, бүкіл төрешілер жеңісті Сихудаға берді. Дәл осылай түсініксіз жеңістерге жетіп, чемпион атағына ие болған Aljamain Sterling топымыздың күміс жүлдесін алып отыр. Топымызды басқарып отырған жекпе-жек тарихындағы алғашқы қатарынан 2 салмақтың чемпионы, UFC-дің басты жұлдызы Конор Макгрегор, жартылай жеңіл және де жеңіл салмақтардың чемпионы, бірде-бір рет чемпиондық белбеуін қорғамаған болатын. 2012 жылда UFC-ге қосылып, алғашқы жекпе-жегінен UFC басшылығының көзіне түсті. Әдемі және де қызықты трэш-тогымен бірге керемет төбелес тәсілінің арқасында UFC-дің ғана емес, бүкіл MMA-дің басты жұлдызы атанды. 2015 жылы Конор Макгрегор жартылай жеңіл салмақтың уақытша чемпионы атанды. Сол кездегі абсолютті чемпион, 10 жыл бойы жеңіліп көрмеген Pound for Pound рейтингінде 1-ші орында орналасқан Жозе Альдомен кездесті. Сол жекпе-жекте Конор Макгрегор тарих жасап, бір ғана соққымен жекпе-жекті 13-ші секундта аяқтап чемпион атанды. Кейін жеңіл салмақтың чемпионы Рафаэль Дос Аньосты жекпе-жекке шақырып, тағы да бір чемпиондыққа қол жеткізуге дайын болды. Алайда, Дос Аньос жарақат алып, кейін қайта оралғанда басында айтып кеткен Эдди Альварестен ұтылып, чемпиондығын беріп қойды. Біраз уақыт өткен соң, 2016 жылдың соңында алғаш рет Madison Square Garden аренасында Конор Макгрегор Эдди Альвареспен жеңіл салмақтың чемпиондық белбеуі үшін кездескен болатын. Бұл кеште Конор өзінің ең үздік жекпе-жегін өткізіп, чемпион Альваресті алғашқы минуттан бері сабап, нокдаунға түсіріп жүрді. Екінші раундтың ортасында Конор әдемі соққы сериясымен Альваресті техникалық нокаутпен жеңіп, UFC тарихындағы алғашқы қатарынан 2 салмақ чемпион атанды. Уақыт өте келе, Конор жартылай жеңіл салмақта өнер көрсетпегесін, UFC Конорды чемпиондық белбеуден айырды. Кейін Конор боксқа көшіп, Флойд Майвезермен кездесіп, 2 жыл бойы өнер көрсетпегесін жеңіл салмақтағы чемпиондығынан да айырылды. Уақыт өте келе, Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедовқа қарсы чемпиондық жекпе-жек өткізіп, жеңіліс тапты. Одан соң қатарынан 2 рет Дастин Пориеден жеңіліс тапты. Дәл осылай Конор Макгрегор біздің топымыздағы ең нашар UFC чемпион атағын жеңіп алып отыр. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі жекпе-жекте қай тақырыптан немесе де қай жауынгер жайлы видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.